Мичиган тұрғыны Говард Кирби дүкеннен ұсталған ескі диван сатып алған. Кейін оның ішіне $43,000 шамасында ақша тығылғаны белгілі болды. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Кирбидің айтуынша, оның келіншегі отыруға тым ыңғайсыз диванды сөгіп реттемек болады. Ал оның ішінен жұмсақ материалға оралған қорап шығады. Онда $43,170 бар екенін қорапты ашқанда бірақ көреді. Құдды түс көріп отырғандай болдық дейді Говард басынан өткен оқиға туралы. Бірақ ол ақшаны өзіне алып қалуға қарсы болған. Адвокат заң бойынша тұтынушы сатып алған заттың ішіндегі дүние өзіне ғана тиесілі екенін айтса да дегенінен қайтпаған. Оның үстінде диванды сатқан адам дүкенге хабарласып үлгерген екен. Диванның бұрынғы иесі Ким Фаут Ньюбери есімді әйел адам болып шықты. Мүлік оның 2019 жылы өмірден өткен атасының меншігі екен. Ал оның ақшаны не себепті тығып қойғанын немересі мүлдем түсінбегенге ұқсайды. Достар, менің екінші арнам Ұлы Дала тарихы YouTube арнасына жазылып, ұлы тұлғалардың өмірбаяны мен Ұлы Даланың тарихын біліп жүріңіздер.